Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана әдебиеттің қаймағайдарын жалғастырады. Бүгін сіздердің назарларыңызға Ахмет Байтұрсынұлының «Тарту» кітабын ұсынамыз. Қазақ әдебиеті мен тіл білімінің ғылымының көрнекті қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының шығармалар жинағына бұған дейін жарық көрген өлең мысалдары мен аудармалары және ауыз әдебиеті мұраларын ұдайы жинап өңдеген тынымсыз ізденісінің бір бөлігі ретінде танылған Ерсайын жыры, қазақ жұртын өнер-білім, рухани жетілуге үндейтін өлеңдері «Тарту» кітабында көрсетілген. Байтұрсынұлы шығармаларлық жұмысын өлең жазудан бастаған. Онда ол еңбекші халықтың ауыр хәлін, арман-тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, жұртшылыққа оқуға, білім-ғылымға, рухани биіктікке, адамгершілікке, мәдениетті көтеруге, еңбек етуге шақырады. Ақынның алғашқы өлеңдері 40 мысал атты аударма жинағында 1909 жылы жарық көрді. Бұл кітап арқылы қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, олардың ой-санасын ояту, бар жігер қайратын, білімін жұмсайды. Ақын әрбір аудармасының соңына өзінің негізгі ойын, айтайын деген түйінді мәселесін, халқымыздың сол кездегі тұрмыс-тіршілігіне деген мінезіне, психологиясына сәйкес қосып отырған. Байтұрсыновтың екінші кітабы «Маса» 1911 жылы жарық көрген. Бұл кітапқа енген өлеңдерінде ақын қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерді сынайды. Көптеген өлеңдері сол кездегі ағартушылық бағытпен үндес болды. Кітаптың ішкі сазы мен ой-өрнек, сөз орамы қазақ поэзиясына тән өзіндік жаңашыл өзгеріс әкелді. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.